Баршаңызға сәлем, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен ауызашарға өте жылдам дайындалатын, дәмі керемет болып шығатын пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Әдетте бұл пирогтың қамырынан печенье жасаймын, бірақ бұл жолы пирог жасап сіздермен бөліскім келіп отыр. Ал олай болса, пирогымызға кірісейік. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызды алып, ішіне 3 стакан електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және де қопсытқышымызды саламыз. Бұл стаканның көлемі 200 грамм шамасында болып қалады. Келесі кезекте жарты стакандай шекерімізді салып, жақсылап бір қозғап аламыз. Ал енді салқын сары майымызды немесе маргаринімізді алып, міне сыртында 200 граммын көрсетіп тұр, сол жерден алып кесеміз де терканың көмегімен ұнның үстіне өткізетін боламыз. Егер де сары майды салқын күйінде осылай теркадан өткізіп қосатын болсаңыз, сіздің пирогыңыз песочный болып шығады. Келесі кезекте бір дана жұмыртқамызды қосамыз, содан соң стаканымызды толтырмай, сүт қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың иленуі оңай болу үшін, әрі сіздерге толық көріну үшін дастарханның бетіне қойып иледім. Міне бізде осындай әдемі жұмсақ қамыр шықты. Енді демін алу үшін кішкене қойып қоямыз. Мен салмасына тәтті творог пайдаландым. Сіздер алма немесе қою тосап пайдалансаңыздар да болады. Дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шекерлеріңізді саласыздар. Және де 2 дана жұмыртқаны шағып, жақсылап бір араластырып аламын. Салмамызды әдемілеп араластырып алғаннан кейін, столдың үстіне жұқалап ұнымызды сеуіп, қамырды жаюға кірісеміз. Мен пирогты 30 сантиметрлік формаға салып пісірдім. Соның өзінде пирогтың көлемі өте биік болған. Қамырды бір тегіс етіп жайып алғаннан кейін 30 сантиметрлі формаға салып, бір тегіс етіп орналастырып алдым. Менің салмам сұйық болмағандықтан бортигін көтерген жоқпын. Осы уақытта пешімді қыздырып 180 градусқа қосып қойдым. Әр пеш әрқалай пісіретін болғандықтан пешіңіздің ыңғайына қарап сізде ерте қосып қоя беріңіз. Ал енді бетіне салмамызды салып, тегістеп жайып шығамыз. Ал енді пирогымызды пешімізге салып пісіріп аламыз. Менің пирогым 20 минутта пісті. Осымен біздің пирогымыз қызарып, көтеріліп, әдемі болып пісіп шықты. Ал енді бетіне сгущенка құятын боламыз. Егер қатты тәттіні ұнатпайтын болсаңыздар, сгущенка құймай-ақ қойсаңыздар да болады. Ол міндетті емес. Бұл пирогтың қамырынан әдемі печенье жасасаңыздар да болады. Достар, осымен біздің пирогымыз дайын болды. Егер видеом сіздерге ұнаса, онда лайк баса кетулеріңізді сұраймын. Сондай-ақ менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюларыңызды да сұраймын. Менің каналымда дәмі тіл үйіретін рецепттер мен пайдалы лайфхактарды таба аласыздар. Сондай-ақ алдағы уақытта тағы да тамаша рецепттермен және пайдалы лайфхактармен бөлісетін боламын. Және де осы бір тұсқа 1-2 видеомның сілтемесін қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Жақсы күнде жолыққанша аман сау болыңыздар.